Бұл тақырып таймфреймдерге арналған тақырып. Таймфреймдер уақытты басқару, табысты стратегия. Сәтті трейдинг бұл тек бағаның қай уақытта қозғалатынын білу емес, сонымен қатар қай уақыт аралығында сауда жасау керектігін анықтау. Таймфреймдер бұл сіздің стратегияңыздың негізі, база дегенге жатады. Уақыт, ақша, таймфрейм дегеніміз не? Таймфрейм графиктегі кез келген элементтің бағаның өзгеруін көрсететін белгі, қалыптасуына кететін уақыт. Нелерді көрсетеді? Әрбір таймфрейм белгілі бір уақыт кезеңде бағаның ашылуы, жабылуы және ең жоғарғы, ең төменгі мәндерін көрсетеді. Жаңа ғана свеча болды ғой. Каждый свеча, мысалға, бір минутта қалыптасқан свеча, ол бір минуттық таймфреймдегі қалыптасқан свеча, иә. Ал 10 минуттық, 15 минуттық болса, дәл солай. 15 минут бойы қалыптасқан свеча болады. Ол таймфреймге жатады. Оның жабылуы, каждый таймфреймнің жабылуы біз үшін өте важно, керек нәрселер. Таймфреймдердің түрлері. Қысқа мерзімді таймфреймдер 1 минут пен 30 минут аралығында. Бұларды скальпинг үшін, сауда жасау үшін өте қолайлы, тез ақша табу үшін, және бұл енді негізінде біз скальпер емеспіз. Екінші, орта мерзімді 1 сағат пен 4 сағаттық, ұзақ мерзімді дневка және айлық. Біз трейдті қандай таймфреймдермен жасаймыз? Біздікі мульти таймфрейм. Біз дневка, апталық, айлық және 1 минутқа дейін полностью қарайтын боламыз. Артықшылықтары мен кемшіліктері әртүрлі таймфреймдерме. Кіші таймфреймдер өте шумны болады, особенно алтын, яғни бұл металдарға, криптовалюталарға өте шумны болады. Біз криптовалюта мен металдарға көбінесе 5 минуттан бастап 15 минут ары қарай кетіп қарайтын боламыз. Ал акцияға міндетті түрде 1 минуттың өзі бізге үлкен бір подтверждение беріп жатады. Стратегияңызға сай таймфреймді таңдау, яғни скальпинг жасағыңыз келсе минутка мен 5 минут аралықта қарайсыз. Дей трейд болатын болсаңыз 15 минут 1 сағат деп қойған. Негізі біз дневкадан бастап, жалпы дневка, в основном дневкадан бастап 12 сағат, 8 сағат, 4 сағат және 1 сағат, жарты сағатпен жұмыс жасайтын боламыз. Ал ТВХ-ны біз 15 минут 5 минутпен анықтайтын боламыз. Графиктегі таймфреймдерді салыстыру, иә. Бір таймфреймдегі минут сайын жаңарып тұратын детальды көрініс, ал дневка бір апта бойы қалыптасқан трендтің жалпы бағытын көрсетеді. Так, енді екінші тақырып, бұл жерде талдаудың екі негізі. Фундаменталды және бізде техникалық талдаулар бар, анализ жасау, иә. Фундаменталды талдау дегеніміз не? Олар в основном жаңалықтарға, экономикалық көрсеткіштерге, саяси оқиғалар мен факторларды зерттеу арқылы активтің нақты құнын анықтау және қай бағытқа қарай кетіп бара жатқан зерттеу. Мысалы, 2026 жылғы инфляцияның баяулауы туралы жаңалықтар доллардың бағасына әсер етуі мүмкін деген сияқты. Мысалы, биыл тоғыз болды, соның бәрі біздің трейдімізға өте үлкен әсерін тигізді, иә. Соның бәрін біліп отыруларыңыз керек. Бұл өте важно. Бұны қандай сайттан көресіздер? Бұны investing.com деген сайт арқылы қарап отыратын боласыздар, немесе investing.com приложениесінің ішінде календарная календар болады. Қазір көрсетейінші. Экономический календар деген, сол жақтан көретін боласыздар. Бұның бәрін ертең личный практика бойынша, практиканың ішінде толыққанды көрсететін боламыз. Вот мына жерде жазылып тұр. Ой, көрінбей тұр, иә. Енді техникалық талдау, яғни біз бағаның тарихи деректері мен графиктерді, таймфреймдерді қолданып талдау арқылы болашақта немесе қазіргі уақытта баға қозғалыстарын болжау. Мысалы, H1 мен дневка 1 графиктерін қайта сатып алу зонасын қалыптасуын анықтау, иә. Қай жерден кіреміз, қай жерден шығамыз деген сияқты. Бірінші таймфреймді біріктіру, толыққанды талдау. Көп деңгейлі таймфреймдер талдау сәтті трейдинг кілді. Бұл панорамалық көрініс жалған сигналдарды азайтып, сауда шешімдерінің сапасын арттырады. Яғни, біз мульти-таймфрейм арқылы, яғни жаңа айтқандай дневкадан бастап, дневка 12 сағат, 8 сағат, тіпті арасында 9 сағат, 3 сағатты да қолдану арқылы біз анализ жасайтын боламыз. Енді 2026 жылғы нарық жаңалықтары, инфляция және мұнай бағасы. Яғни инфляция 2026 жылдың ақпанда инфляция баяулады, бірақ тәуекелдер сақталады деп жатыр, иә. Бірақ бұл
болашақта болуы мүмкін деген оқиғаларды айтып жатыр. Так, мұнай бағасы $100 дейін жетуі мүмкін деген болжам бар. Валюта 2024 жылдан бергі ең төменгі деңгейге түсуде, иә. Так, қорытынды таймфреймді дұрыс таңдау табысты трейдингтің кілті. Сіздің сауда стратегияңызға сәйкес келетін таймфреймді таңдайсыз, фундаменталды және техникалық талдауды біріктіресіз. Бірнеше таймфреймдерді қолданып, нарықты толықтай талдау біздің жетістігіміз. Так, енді қазір тағы бір тақырыпты көрсететін боламын.